Сәлеметсіздер балалар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ақ-құтан. Мақсаты қолын беліне қойып бір аяқпен тұруды, 3-4 сызық арқылы орыннан ұзындыққа секіруді үйрету. Балалар, мынау ненің дыбысы? Дұрыс, құстардың. Құстар жылы жаққа ұшып бара жатыр. Бүгін қарлығаш ақ-құтан жаттығуларын жасап үйренеміз. Негізгі қимылдарды бастамас бұрын жалпы дамытушы жаттығуды орындап алайық. Бірінші жаттығу аяқ иық деңгейінде. Қолымызды жан-жаққа көтереміз, төмен түсіреміз. Жаттығуды 6 рет орындаймыз. Келесі жаттығу аяқ иық деңгейінде. Қол иықта шынтақты алдыға алып келеміз, жан-жаққа созамыз. Жаттығуды 6 рет орындаймыз. Келесі жаттығу аяқ иық деңгейінде. Қол белде. Оңға бұрыламыз, оң қолымызды созамыз. Солға бұрыламыз, сол қолымызды созамыз. Жаттығуды 6 рет орындаймыз. Келесі жаттығу аяқ иық деңгейінде. Қолымызды жоғары көтереміз, алдыға еңкейеміз, тізеге тигіземіз. Жоғары көтереміз. Жаттығуды 6 рет орындаймыз. Келесі жаттығу аяқ бірге, қол белде. Бір орында 10 рет секіреміз. Тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Қолымызды жоғары көтереміз. Мұрынды демді аламыз ауызбен. Аяқ бірге, қол белде, 10 аяғымызды көтереміз. Бір аяқпен 10 секунд тұрамыз. Келесі, сол аяғымызды көтереміз. Бір аяқпен 10 секунд тұрамыз. Келесі жаттығу қарлығаш деп аталады. Қолымыз жан-жаққа созамыз. Бір аяғымызды жоғары көтереміз, алдыға еңкейеміз, тепе-теңдікті сақтап 10 секунд тұрамыз. Дәл солай, сол аяқпен тұрамыз. Қолымыз жан-жаққа созамыз, тепе-теңдікті сақтап 10 секунд тұрамыз. Сызық арқылы қос аяқпен секіруді үйренеміз. Секірген кезде жартылай отырып, аяқтың ұшына жұмсақ қонуды үйренеміз. Сызыққа жақындаймыз, қол белде, секіреміз. Қимылды ойын құстардың жылы жаққа ұшуы. Шарты: бір топ құс алаңның бір шетіне тұрады. Нұсқаушының ұшып кепті деген сигналы бойынша құстар қанаттарын кере жайып, қағып, алаңды бойлап ұшып кетеді. Дауыл сигналы бойынша құстар ағаштардың басына, орындықтарға қарай ұшады. Нұсқаушының дауыл басылды деген кезде құстар ағаштың басына жайлап төмен түседі де ұшуды жалғастырады. Ойын 3-4 рет қайталанады. Жарайсыңдар балалар. Бүгін бір аяқпен тұрып тепе-теңдікті сақтауды үйрендік, және қос аяқпен сызық арқылы секіруді үйрендік. Келесі кездескенше сау болыңдар.